Assalamu alaikum hurmatli xaridorlar. Bugun bizde Bereke Strodogan'ın 2-chi filialında Mimanda 20 жылдық іс тәжірибеге ие Берік аға сантехник бүгін бізде қонақта. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз. Бүгін құдай қаласа ең актуален сұрауларға жауап аламыз. 2026 жыл сантехника жұмысларын істеу точкалары қолғақысы қаншадан болады, соның бәрін бір қатар сұрап аламыз. Берік аға, Instagramда көріп отқан болсаңыз, біз көптеген клиенттердің үйінен түсіріп жатырмыз обзорларын. Қайдарлар сұрап жатыр, ұстаның қолқақысы ішінде ме, қолқақысы қанша болып жатыр деп сұрайды. Осы міне 2026 жыл қазір котел установка, радиатор, текар точкаларын, мәселен, кейін арай насос, аристон установка неше сом екен бір қатар айтып өтсеңіз. Котеллар неше сомнан басталады? Котел аристон құрып беру, аристон котел құрып беру неше сомнан болып жатыр? Аристон котел құрып беру 700 мыңнан басталады. 1 миллионға дейін барады ғой. 700 мың дегенде мәселен осыны аристон котел ілдіріп, трубаларын жағап беру, стандартный подключение и проверка, да? Проверка, тексеріп беру, е? 700 мыңнан басталады. 700 мыңнан басталады. Енді жұмыс жағдайына қарай өзгерсе, гребенка жиналса, бақалар ол кезде қосылады және. Бақалар өзгереді, е? Өзгереді. Ең минимальный 700 мың ғой. Минимальный 700 мың сондан басталады, е? Әжайып. Мәселен, осындай жаздың күні құрып бересіз, қосып тексеріп бересіз сол уақытта. Тексеріп береміз. Қыс келгенге дейін клиенттер ұмытып қалуы мүмкін, қосуды білмейді, шақырса келіп қосып бере аласыз ба? Қосып береміз. Полный 1 жылға дейін біздер бесплатно келіп, проблема болып жатса бәрін шешіп береміз. Әжайып. Ар жағына бірақ уже платный болып кетеді. 1 жылға дейін бесплатный обслуживание. Батарея, радиатор точкалар қаншадан болып жатыр? Батарея, радиатор точка 300-ден басталады, 300-ден 450-ге дейін. Қалың размер, farқы жоқ. Farқы жоқ. 2 радиатор болсын, 10 штук болсын, 15 штук болсын, 300-ден басталады. Бір точка салына береді, да? Бір точка болып есеплана береді. Демек 300 мың деген мәселені батареяны сырт ілдіріп, трубаны жағап беру, е? Трубаны жалғап беру. Енді андай бірлер ремонтын бүлдіргісі келмейді, ішіне де салып кеткісі келеді, стол көрініп тұрын қалайды. Например, енді стенаны штробить ететін болсақ, оған дополнительный және қосылады ақша. 1 метр штробить етуің 10 мың сомнан келіп жүреді. Демек трубаны дювалдан жүргізу, ойып жүргізу әр метріне 10 мың сомнан қосыла береді, е? Әр метрге 10 мың сомнан қосыла береді. 300 мыңнан 400 мың атырапта болып жатыр, е? Теопол. Мәселен, біз көп ұсталарын сұрап көрдім. Әркім әртүрлі метріне есеплайды, біреу квадрат метріне есеплайды. Сіз қай есеплайсыз? Мен квадратный метріне есеплаймын. Квадратный метр 35 мыңнан басталады. 35 мыңнан сол 50 мыңға дейін барады. Енді объемына қарап. И былай келісім бар. Келісім бар, обязательно. Келісім болады. Келісесіз. Қатып қалған цена деген зат жоқ. Но в любом случае базовый цена сондай болады, а дальше уже смотря жұмысына қарап өзгере береді. Так, онда теополымыз 35 мың сомнан басталады. Теополдың жаңағы жүрегі коллектор болады. Коллекторды неше сомнан жинап бересіз? Коллектор 300 мыңнан. 300 мың точкасы. Дювалды ойып кіргізіп бересіз бе, я сыртына? Ойып кіргізіп береміз. Ойып кіргізіп бересіз, я? Кіргізіп беру, сол 300 мыңнан. 300 мың сомнан басталады. Енді үлкен жайларда андай гидроколлектор гребенка жиналады. Мәселен, контурға бөлінеді. Солар қаншадан болып жатыр? Бұл енді сложностьына қарап, ең минималка енді олам сол 300-ден басталады, 1 миллионға дейін барады. 1 миллионнан өтіп ам кетеді бір кезде. Например, косвенный бойлер қосылады. Ол кезде ол дополнительно және оған ақша қосыла береді да, косвенный бойлер қояды біреулер. Ыссы су үздіксіз тәмендеп тұру үшін. Біреу болады, косвенный бойлер қояды, солнечный водонагреватель қояды. Ол да дополнительный ақша болып. Например, бір солнечный водонагреватель қойыңыз 1 миллионнан жүреді. Қазір енді бәрі күн құяштың несімен солнечный водонагреватель энергияны сақлау үшін. Даже солнечный водонагреватель коллектор, солнечный коллектор деп аталады да, солнечный коллектор қойып, можно даже газды экономдауға да болады. Соған косвенный бойлер қойылады, мына солнечный күн амыстады, отопленияны и газ амыстады. Зато газдың экономичный расход аз болады. Демек стандартны осындай ең максимальный комплектация жиналғаны 1 миллионнан 2,5 миллионға дейін соған дейін атырапта бір котельный жинап беру. Ажайып. Енді және бір хит сұрауларымыз аристон құрып беру, насос құрып беру, фильтр мәселен, сондай унитаз точкалары, унитазға раковина установка неше сомнан болып жатыр? Бұл жерде монтажы бөлек жүреді, установкасы бөлек жүреді. Монтаж жүреді, например, бір точка деген, енді бір точка ыссы суы бар, мұздай суы бар, сөйтіп канализациясы. Ол 200 мың. Мәселен, водопровод суын алып келіп, мәселен, душевойға точка шап кету, раковина шап кету 200 мың сомнан. 200 мың. Плюс канализация ішінде. Соның ішіне кіре ма? Комплектке салынады, һәм канализация, һәм су 200 мың сом. 200 мың сом болады. Ажайып. Установкасы сол 200 мыңнан бастала береді. 200 мыңнан. Аристон установка 200 мың.
насос 200 мың, бәрі сол 200 мың кете береді да. Берік аға, қандай котелдарды ұсыныс қыласыз? Енді ұсыныс қылғанда қазіргі біздерде Қарақалпақстанға келіп тұрған котелдардан ұсыныс етеміз. Енді ұсыныс еткенде біздерде турецкий котелдар бар, Демир Дикум бар, Айрфел бар. Айрфел Демир Дикум. Турецкий котелдар. Егер южнокорейский котелдарын алсақ, Навиен деген Навиен бар. Навиен жақсы котел болады. Бұлар енді біздерде премиум сегментте, кейін бюджетный котелдар бар. Одан кейін еще не бар? Хайыр деген котел бар. Хайыр да бар. Олар hem жақсы котел болып есептелінеді. Бұл премиум сегментке кіреді, енді надежный котелдар. Бір подводить етпейді, запчастьтан табылатын сондай бір. Барон деген котелдар бар. Енді әркім өзінің қалтасына қарап алады ғой котелді. В любом случае менің маслихатым, например, қоятын болса, дұрыс котелдан қойғаны дұрыс. Бізде су жаман ғой. Шор суда, сор су болғаннан кейін заправка қылғанда соны дистиллированный кәдімгі фильтр суымыз бар, алып жүрген. Сол фильтр судан заправкалау керек. Обязательно. Сол кезде котелдің өмірі де көп болады, жақсы болады да сол. Демек, премиум сегментте котеларымыз бұл турецкий Демир Дикум, Айрфел, корейский, Навиен құржысы. Одан кейін бюджетный модельдерінің китайскіден барон фирмаларынан бар, Unix, олар енді бюджетный. Қарап тұрса, жаман емес, жас котел. Жаман емес, жаман котел емес, но в любом случае, енді мысалға машинды салыстыратын болсақ та, мына Тиконы алып, Тикомен Кобальт алғандай болады да. Енді Кобальт пен Тиконың арасындағыдай жаңағы, мысалы, Навиен менен жаңағы бюджетный модельдің арасы тап сондай. Бюджетный модель Тико болады, а Навиен болады, ол Кобальт болады да. Екеуі де бір мәнізге апарады, бір комфорт пен комфортсыз дейсіз. Бірақ фарқы басқаша да. Көріп тұрғаныңыздай, соңғы бір жылдың ішінде панельный радиаторлар, яғни панельный қабырғалар жүдә көп рауажданып келе жатыр. Өзіңіз де байқам, постоянно құрып тұрасыз. Енді бізде қостарнақ ішінде деп айтсақ болады, айырым сварщиклер, біраз сауатсыз сантехниклер көбілігіне жаманлайды, тесіліп қалады, болмайды. Соған қандай пікір білдіре аласыз? Енді ол айтқаныңыз дұрыс. Мен де естемін, мысалы мен клиентке маған айтады, қандай батарея алайын дейді. Мен в основном предлагать ететін панельный радиатор алың дейді. Почему панельный радиатор алдым? Потому что панельный радиаторың бұл сыпаты жағынан біріншіден жақсы, және ысылық беру жағынан жүдә ажайып та. Енді көп нелер түсінбейтіндер айтады, оның трубасы, мына ішіндегі трубасы жіңішке тығылып қалады дейді, шіріп кетеді деп жатыр да. Енді жоқ, ондай жағдай болмайды. Себебі бұларға 10 жыл гарантия беріп қойыпты. Завод 10 жыл гарантия беріп қойыпты. Мен ойлаймын, лучше сол мына панельный радиатор қойған дұрыс болады. Енді мәселен өзіңіз 20 жылдан құрып келатсыз ғой. Осы уақытқа дейін пәнт берді ме сізге? Панельный қабырғалар? Ондай панельный радиатордан пәнт көрмедім. Тығылып қалғанынан көрмедім. Көпшілік айтады, енді мәселен ол болмайды, бізден суға болмайды дейді да. Мен айтарым, менің өзім точка зрением айтайын сізге, соны егер қателескен соң турлап берің да. Бізде де мәселен бұл қабырғаларын завод айтып қойып та, беймелі қоя бересің, қалеген суына қойсын, қалесе бұрынғы дипломат котелға жаға қойсын дейді да. Ой, еш зиян жоқ, жандай тесіліп қалған тағдырда да біз алмасып береміз деп қойыпты да. Енді жандай болмайды дейтіндерге мен айтамын, ол фильтр су, мәселен фильтр су құю, ол өзінің қақшына байланысты. Қалесе имканияты болса фильтр су құя алады. Ешқандай бір не десек болады, бір запрет жоқ, котелларға мәселен фильтр су құю керек деген жері жоқ. Обычный водопроводтың суын құйса да болады. Обычный водопровод, дұрыс айтасың. Обычный водопроводтың суын құйсаған болады. Просто енді ол фильтр су құйың деген мәнісі бұл сәл өмірі көбірек болады да енді. Бізде енді тұзлы су болғаннан кейін фильтр суда тұз болмайды. Нәкіс болмайды. Өмірі көбірек болады да. Атақ оны өзіміздің суда да істеп жатыр, неше жылдан бері қойып жүріппіз. Еш соққа дейін пәнт берген еш жоқ. Обслуживание мәселесін айтып кетсеңіз, енді ешқандай өмірлік ештеңе жоқ. Любой техника мәселен уақыт өтіп тозады, или оған обслуживание керек болады, яғни тазалау қызметі болады. Жылына 2 жылдан бір мәрте тазалап тұру керек мәселені. Дұрыс. Қанша уақыттан тазалауға ұсыныс қыласыз? 2 жылдан тазалау керек қой, минималка. Минимум 2 жыл, иә. 2 жылдан котелді тазалау керек. Мысалы, біздер мен құрған затымды өзім обслуживать етіп барамын да. Можно даже сказать, құрдым ба, уже считайте, это сол обслуживание до конца кете береді да. Енді ол клиенттің несіне қалеуіне байланысты да. Басқа біреуді не қылса, мен еш нем жоқ, например, бірақ обслуживание дальше кете береді. Біз құрдық, все. Оны кетіп қалдық деген емес та. Сол котелдің өмірі бойы жүре береміз деген сөз сол. Құрметті қайырдаларым, көріп тұрғаныңыздай, осындай қабырғалар болсын, любой техника болсын, ол котелдың кір машин бола ма, аристон бола ма, өз уақытында тазалап тұруыңыз керек болады. Өзінің специально мастерін шақырасыз. Өзі қыс келгенде көпшілік қайдарларымыз біледі, себебі суымызда мәселен шор су болғаннан кейін трубаларды, потоктарды накип жиналады, ішінде тепломеник горелкелері тығылады, сол себептен үйіңіз әстен қызып қалуы мүмкін. Соның үшін әр 2 жылдан
1 жыл ұзағы 2 жылдан ішін ұста шақырып, өзінің специальный химиясы бар тазалайтын, соны тазалап тұрғаныңыз мақұл болады. Сонда ғана бұл қабырғаларымыз тесілмейді, сізге көп жылдар қызмет етіп береді. Соның үшін осындай сауатсыз сварщиклер, сантехниклер кәдімгі істемең, өзінің ісінің маманы болған, осындай стажға ие болған ұсталармен ойласып бірге істегеніңіз мақұл болады. Құрметті көрермендер, мысалы біздерде отопление құрған кезде, біздер, например, мен өзім отопление құрған кезіңізде обязательно ұстамен ойласып, қандай, например, трубаны әртүрлі болады да, разный. Біреу качественный труба болады, некачественный труба болады. Сол үшін маман ұста болса, ол качественный трубаны маслихат береді да. Мысалы Waterpro деген трубалар бар, солар мысалы мына Береке строй магазинінде бар, Waterpro'дың продукциясы осы жерде көп не қылады. Хороший зат та, качественный зат. Мысалы 50 жыл кепілдік береміз трубамызға. Мысалы кранигінің өзін алсақ, айтайық, басқа бір фирманың кранигін алсақ, Waterpro'ның кранигін алсақ, farқы бар да. Ана краниклердің металл болады іші, уақыттың өтуімен 1 жылдың ішінде ол краник істемей қалады. Waterpro'ның кранигін қоямын, ол қазір қойғалы бері 3-4 жыл болды енді. Заклинивать етпейді, және ручкасы сынбайды. Ішінде темірі бар да, жақсы. Waterpro'ның затларым жақсы. Құрметті қайдалар, бұл ағамыздың айтажақ болған негізгі мақсат гәпі осы. Бізде де көп болып тұрады, клиенттер келіп, мәселен, үйімнің размер төленге пәлен, сондай размер деп качал алып кетеді, батарып кетеді, бірақ ол ойланбай қалған іс болады. Бізге хабарласың, специалист топ береміз, мастерлерден, осындай ағаларымызда мастерлеріміз бар өзімізде. Үйіңізге құда қалесе барып бипул өлшеп есаплап береді, список түзіп береді, сол спискке қарап әммесін аңасмауға сіздің уақытыңыздан тежеп береді. Егер сіздің дүканға келуге уақытыңыз жоқ болса, төмен нөмірге хабарласың, маса бізге жазың, біз сізге тез арада хабарласып, осы сіздің сұрауыңызға шешім тауып береміз құда қалесе. Ал ағайындар, бізге өзіңіз ең қымбат болған уақытыңызды бөлген үшін рахмет етіп қаламыз. Бұл Берік ағамыздың қызметі керек болса, төмен нөмірден қалдырып кетеміз. Құда қалесе сізге ең сыпатылы, качественный өзінің қызметтерін сізге құда қалесе көрсетіп береді. Осындай әжайып сантехника бұйымдарын құда қалесе Нөкіс қаласындағы Рейстецкий больницаның қасындағы Береке стройдыканың 2-ші филиалынан таба аласыз, hamda осылардың бәршесін баслаңғыш төлемсіз 3 айдан 24 айға шейін баслаңғыш төлемсіз бөліп төлеуге де алсаңыз болады. Толық мәлімет керек болса, төменде нөмірге хабарласа берің. Біз сізге мәмесінен сұрауыңызға жауап беріп өтеміз. Бәршеңізді Береке стройдыкаларымызда қаламыз. Сау саламат болың.